Арнамызға жаңа қосылған көрерменге күн жақсылыққа толы болсын дейміз. Тікелей эфирде Қайырлы таң Қазақстан бағдарламасы. Сіздер жарнама көріп жатқан кезде біздің мейманымыз да студиямызға келді. Әнші, композитор Дидар Академия, қош келдіңіз. Қош келдіңіз, Қайырлы таң. Көргенімізге өте қуаныштымыз. Мен де қуаныштымын, шақырғандарыңызға көп рахмет. Қалайсыз, барлығы жақсы ма? Аллаға шүкір, ептеп жүріп жатырмыз. Таң қалай басталды, қалай ояндыңыздар? Жалпы өнер азаматы, композиторлар түнде шабыттанады, түнде ән жазады. Таңда ол кісілер енді оянбай жатады. Қосылам, негізі мен көп күндері көбінесе таңғы 5-те 4-те жататын адамдардың қатарынан. Бірақ қазір осы арнайы сіздерге келу үшін ерте дегеннің өзінде түнгі 1-де жатыппын. Көзімді тырналап таңғы сағат 6-та ашып осы жаққа келдім. Қош көрдік, алдарыңызда отырмын. Таңнан Алматыны көру қалай екен? Ерекше, өйткені мен жұрттар жұмысқа жеткен кезде, кептеліс басылған кезде шығады екенді қалаға. Жаңа енді таңның кептелісін көріп, ерекше. Кешкі кептеліс енді көбінесе тойға кіріп кетесің, студияға кіріп кетесің, болында байқамай қаласында кептелісті көрмегелі біраз болыпты. Біздің шақыруымыздың арқасында кептеліс көріп қалдыңыз алмай. Енді Дидар, айтыңызшы, немен айналысып жатсыз қазір? Қандай жаңалық бар? Жаңалық көп уақыт дыбыс жазу студиясында өтеді. Жақында қызды болдым. Құттықтаймыз. Бол берік болсын. Есімін кім деп қойдыңыз? Есімін Далила деп қойдық. Далила. Енді Д-дан басталсын деп сол Далила деп қойдық. Көп уақыт енді қазір шынымен де шығармашылыққа уақыт көп жұмсап жатырмын. Енді қазір өзіме, сонымен қатар өзіміздің отандық жаңағы аға буын әпкелерімізден бастап, ағаларымыздан бастап, жастарға дейін көбінесе өңдеулер, әндер жазылып жатыр. Сонымен қатар жүргізушілік, өзіңіз білесіз, той-томалақ, концерттер. Соның барлығы көп уақыт алады. Енді былайша айтқанда таңғы 11-ден бастап, жаңа 1-ге дейін бізде репетиция, одан кейін 1-ден кейін басқа жұмыстар, кешке той-томалақ болмаса жаңағы дыбыс жазу студиясында. Енді көбіне дыбыс жазу студиясынан барлық әншілердің барлық шығарып жатқан әндерді астынан көріп жатамыз. Ән жазған, Даркаден, осылай өңдеген, барлығында деп. Енді ән жазу бұл композиторлықты қашаннан бастадыңыз өзі? Ән жазу себеп студияның? Студия 2007 жылдан бастап. Толыққанды жұмысқа кірістім. 2007 жылы мен өнер колледжіне түскен кезде аспапта ойнаумен қызықтым. Ағаларымыз көп көмектесті, Лұқпан ағамыз көмектесті. Менің ұстазым Ерболат Құдайбергеновтен біраз нәрсе үйрендім. Тіпті жаңағы біздің жігіттер, мен қазақтың әндерінің шығуына жаңағы куәгер болдым деген сияқты. Сол студияларына көп шықпай жүріп. Ал ән жазуға осы бір соңғы 5-6 жылдың көлемінде жаңағы сондайға келдім негізі. Түрлі жанрда әндер жазасыз, және де көңілді әзіл әндерде жазатыныңызды білеміз. Ондай да бар. Бұл енді қаннан бұйырған шығар, әзілге деген, өйткені біздің үйдің өзі таңертеңнен бастап әзілдерінен басталады. Содан кейін барып, енді қанға дарығаннан кейін ба, Инстаграмда көбінесе әзілдер жазам, ал әндер келетін болсақ, енді жеңіл-желпі әндер көп қой қазір. Бір үзіндісін айтып беріңізші. 4 жыл болса да. Өлең ба, бақ ба, есте қалған. Мен көбінесе түнде көп жүремді, тікелей эфир қосып қойып, қалада бүйтіп қалжыңдайтыным бар. Ішін жанға толтырып бос қаланың, мен бүгін айлы түнді дос қыламын. Көптен бірге сағынған мені жандар болса, қалаға тағы шықты соскаларың деп Инстаграмдан тікелей эфирдегі. Егер де осылай Дидардың әзілін күнде естігіңіз келсе, міндетті түрде кешке қарай тікелей эфиріне қосылыңыздар. Осылай. Енді ән жазу деп жатырмыз. Қазіргі таңда түрлі әндер шығып кетті ғой. Таң қалдырады. Қазір қандай әннің хит боларында көбісі білмейді. Жеңіл-желпі әнде хит болып келеді, мән-мағлан әнде ол да хит болып жатады. Енді сіздің композиторлық көзқарасыңызбен бұл ән жазуға қандай композиторлар үшін, болады ғой, ақындарға жеңіл сөздер жазып кеткен ақынымыз сөздің қадірі кетті дейміз. Ал композиторға мынандай әндер шығып кеткен үшін. Енді бұл жерде бір жағынан біздің менталитет, яғни жаңағы той-томалақ дейміз ғой.
Оның да бір өзінің бір септігін тигізетіні бар шығар. Көбінесе статистика бойынша бұрынғы осы бір 5-6 жылдың көлемінде мысалы рок бағытында баяу әндер көп хит болды. Мысалы Жарығым ай, Нұржан Керменбаевтың Есіңде ме деген сияқты барлығы осы рок бағытында әндер көп хит болды да. Қазіргі таңда тек қана көбінесе билейтін әндер. Яғни өздеріңіз байқаған шығарсыздар, қазір 80-90 жылдардағы музыка қайта оралды да, барлығы ретро стильде ән жазып жатыр да. Бірақ бізде бір қателік бар да, егер де 80-90 жылдарда осы бағыттағы әндер хит болып жатса, барлығы келеді да осы бағытта ғана жаза бастайды да, сол кезде дәмі кетіп қалады. Әр адам, мысалы әртіс өзінің бір ғана бағытын ұстаса, сол ән хит болады да. Мысалы сен 10 ән жазды, бірақ арасынан біреу ғана хит болып, ертең асырайды да ол сені, атыңды шығаратын сол әнді. Ал егер де сен әр бағытқа қызығатын болсаң, сен өзіңнің жолын таппаған жандар болады ғой, мысалы ананы бір түртіп, мынаны бір түртіп деген сияқты. Сол секілді бір бағытты ұстап, сол бағытпен еңбектеніп, сол еңбектің жемісіне жетуге болады. Ал енді әр нәрсеге мысалы Айқынның бір әні хит болды, Қайраттың бір әні хит болды, маған осындай ән жазып берші деген ол үлкен қателік деп ойлаймын. Әркімнің өзінің бір бағыты болады, әркімнің өзінің бір талғамы болу керек. Енді Дидар жаңа айтып жатсың, бұрын енді ұлдың әкесі болдыңыз. Қазір қыздың әкесі болу қандай сезім? Бір бағып, массаж жасап, қыздардың сұрағы ғой. қасында жүріп, тербетіп. Осы уақытқа дейін қыз бөлек, ойбай, қыз дүниеге келсе бөлек деп. Мен енді еститін, бірақ өзің көзбен көргеннен кейін, өзің сезінгеннен кейін, қылықтар енді қазір 3 ай болды, қылықтар шыққаннан кейін шынымен де бөлек. Кейде үйден шыққың келмей қалады, кейде қимайсың. Ұл бала енді бір жағынан жақсы да, қасыңа ертіп жүре бересің, жүр деп қасымда әйтеуір студияда болсын, ұлым қасымда жүреді көбінесе. Қыз бала бөлек жылаған көріп, жүрегің ауырады кәдімгідей. Кейде ойланам, мен айтамын да, ертең мына қыз 16-17 келген кезде мен үйдің алдында бүйтіп автоматпен отыратын сияқты, ешкім жолатпайды. Қызғана бастайсың, өйткені шынымен де қыз бала әкесіне жақын екен. Енді Дидар бізде қазір енді сізге де пайдалы болады деген ойдамыз, және біздің жас әкелерге, аналарға, мынау кішкентай бала дүниеге келгеннен кейін оған міндетті түрде қазіргі кезде массаж жасау қажет. Дәл осындай маманның, арнайы бала дәрігерінің ұсынған кеңесі бар, бірге көрейік, пайдалы болады деген ойдамыз. Сәлден соң бірақ қайта ораламыз. Құрметті көрермен, біз ас үйдеміз. Біздің студияда өздеріңіз білесіздер, Дидар Кәденмен бірге сұхбат құрған болатынбыз. Енді дәл қазір ас үйдеміз. Ал не жасаймыз? Не жасайсыздар деп айтайыншы, мен жеймін. Ер азаматқа ең жақыны, ең тезі омлет шығар. Жұмыртқа, сүт, және де қызанақ. Соның барлығын араластырып, және де көк. Соның барлығын қосамыз. Ал кеттік. Ендеше мен де көмектесе берейін сізге. Мен негізі ас үйге көп жақындай бермеймін, өйткені үйде қыздар қауымы өте көп. Енді келін екеуі ақылдаса келе барлығын бірге жасайды, бірақ дегенмен өзім үйде жалғыз қалған кезде, сосын көбінесе біздің ата-анамыз гастрольдік сапарға кеткен кезде мен көбінесе өзім дайындайтынмын. Сол себепті мен дайындағанды жақсы көресіз, мені жегенді жақсы көресіз. Мен көбінесе етті тамақтар жақсы көремін. Ағыз-қазақ фигурам айтып тұрған шығар. Бірақ мен негізі шынымен де күніне 4-5 рет тамақтанам. Ол енді түнде де тамақтанам, зиян болса да, өйткені студияда отырып түн болғаннан, режим болмағаннан кейін. Бірақ әйтеуір кейде нетпес үшін, ұйықтап қалмас үшін де кофе ішіп, ауыз босамау керек қой өйткені. Және де отырып жұмысты өзі көп қарның ашады ғой. Мимен жұмыстан ән жазудың өзінде де бір есеп бар, ойлану бар, шабыт бар. Оның өзінде бір демалып шығып келетін уақыт болады, бір тамақ жеп отырып па, сондай бір келеді. Енді біз барлығымыз білеміз сіздің жаңа композиторлығыңыз, өнерде жүргенінде, оның қалай үйленгенін, Аллаға шүкір қызды болып жатқаныңыз барлығы болды. Ал енді Дидар бала кезінде қандай болды? Неге қызықтың? Көбінесе енді анамның айтуы бойынша мен өнерге қатты қызыққанмын. Өйткені тіпті дастарханның өзін фортепиано қылып елестетіп, қонақтардың барлығы тынышталып қалған кезде күтеді екенмін. Сол сәтті барлығы тынышталып қалған кезде бүткіл вниманиені өзіме қаратып, әнді айтады екенмін. Көбінесе музыкаға, аспаптарға сол кезден бастап қызыққан екенмін. Содан белгілі бірінші үйренген аспап қандай?
фортепиано, кейін домбыраны үйрендім. Ал студент кезінде ұрмалы аспаптарға қызықтым да, жаңағы сол аспапта үйреніп жатқан, аспапта оқып жатқан балалардың кабинетіне барып, ұрмалы аспаптарды ұрып, өзіме жағына жақын, сосын нерві шығарғанға жақсы да кішкене. Іштегін шығарып аласың да ұрып. Енді құрметті көрермен, міне қазір барлығын араластырдық, дайындадық. Мен сізге бердім көмектесіп, енді сіз өзіңіз құйып дайындасаңыз, енді барлығын баласы дайындап беріпті деген сияқты болып күтпесін. Дегенмен құрметті көрермен, өздеріңіз көріп тұрсыздар, қызанақты, аскөкті және де жұмыртқа, сүт, тұзды салып, араластырып, омлет жасап жатырмыз. Майымыз қуырылып тұр. Енді біз Лидия ханымды да осында сұхбатта күтеміз. Таңғы бағдарламада тамаша тілегін бізбен бірге жаңа айттыңыз ғой, үйде асханада анам көбіне деп. Лидия ханымның қолынан бір тамақ ішу бізге де бір арман. Ол кісі қайда қазір, анамыз қайда? Ал дәл қазіргі сәтте біздің Семей қаласына іссапармен кетті. Сәлем жолдаймыз. Сәлем. Маманы көрмегелі негізі көп болды. Өйткені айтып отырмын, мен түнде келем, үйдегілер ұйықтап жатады. Ол кісілер жұмысқа кеткен кезде мен оянамын да кетіп қаламын. Сол себепті көбінесе көріспейміз. Кейде осы енді жылына бір 2 рет па ұшақта кездесіп қалған кездер болды. Не ұшсы Астанаға кетіп баратырмын, мен де Астанаға кетіп баратырмын деген сияқты. Сонда өз жолымыз бірге екен деп па. Енді анаңыз айтып жүрсіз, асханада өзі қожайын деп, иә? Айтыңызшы, қандай тағамын жақсы көресіз? Ең сүйікті, ең жақсы көретін? Ет, бешбармақ, манты деген сияқты. Көбінесе өзіміздің ұлттық тағамдар. Енді мама қалай өтіп жалпы біздің ұлттық қылдыр бізде ше. Кез келген жерде де той болсын, бірінші ет, артынан манты беріп жатырмыз ғой. Ол біздің ұлттық тағам болып кеткен, және де ананың қолынан жасалған тағам ол өзгеше. Ерекше. Қандай тағам болса да дәмді міндетті түрде. Енді композитор жағынан сұрай кетейінші. Қазіргі таңда қандай ән жазып жатсыз, кімге? Қазіргі таңда енді біздің еліміздің мақтанышы, анамыздай болып кеткен Роза Қуанышқызының есеп беру концерті Астана қаласында соған дайындық болып жатыр. Көбінесе жаңа әндер, жаңа бағыт, Али досым екеуміз жаңа әндерді өңдеудеміз. Және де соңғы жазған жұмыстар, мен соңғы демей-ақ қойын, осы жақын арада өткен жұмыстардың ішінде Кешью тобы бар жаңа құраммен, одан кейін Роза Қуанышқызы. Сонымен қатар қазіргі таңда мынау жас ақын Рамазан Амантайдың кешіне жазып жатқан жастардың көбінесе жас буын жаңадан бастап келе жатқан бауырларымыз бар, солардың әндерін өңдеуі. Енді Дидар мырза, келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Өкінішке қарай тағамның дәмін эфирде көре алмай қалдық, құрметті көрермен. Дегенмен міндетті түрде дәмін татып көретін боламыз әріптестермен. Эфирден кейін мұны біздің инстаграмдағы парақшамызда жариялайтын боламыз. Дәл қазір пісіп енді үлгерсін, ал бізде эфирдің уақыты аяқталып қалды. Дидар мырза, алғыс сізге, келіп барлық жаңалығыңызбен бөлісіп, дәмді ас дайындап жатқаныңызға рахмет. Еңбек жемісті болсын, сәтті сапар, жақсы жаңалықтар көп болсын дегім келеді. Енді құрметті көрерменіміз, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Осы күндері корейліктер өздерінің ұлттық асы кимчиден тарыққан. Осыған орай оңтүстік Корей елінің үкіметі елде кимчиден салатын әзірлейтін зауытты тұрғызуды тапсырған. Толығырақ келесі бейне сюжетте.